Ашпай ақ қой, әлі өзің сөйлей ғой. Бірінші бетін дайындап қоя берейін. Аха, бастаймыз. Саламатсыздар ма, әріптестер, қалайсыздар, амансыздар ма? Міне, зуылдаған жаз мезгілді аяқталып, Алла қаласа бір 10 күннен кейін қайтадан өзіміздің ортамызға, мектебімізге, әріптестерімізге, ұстаз оқушыларымызға, ата-аналарымызбен қауышамыз. Бүгінгі сабаққа сәттілік, қайырлы білім болсын. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін енді сіздермен алдынан бергі уәдем бар еді. Қысқа мерзімді жоспар туралы айтсам деген оймен шығып тұрмын. Енді өзімнің білетініммен ортаға салып, сосын білетінім туралы жазып, соны GPT арқылы шамалы слайд дайындап едім. Соны түсінікті түрде өзімше айтып шығайын. Енді осы жерде отырған ұстаздар, көптеріңіз қазіргі уақытта енді ден ұстаздар шығарсыздар, тәрбиешілер де болуы мүмкін. Қазіргі уақытта бізде ең өзекті нәрсе ол қысқа мерзімді жоспар жазу. Қазір цифрлы педагог сайт чатында отырған ұстаздар, енді сіздер қазіргі таңда әртүрлі деңгейде сабақтар жазып, ақылы түрде жан жаққа беріп атқан шығарсыздар. Енді өздеріңіз жазып жүрген қымыжымен менің жазып жүрген қымыжымның барысын талдап өтейік. Ең бірінші, қысқа мерзімді жоспар дегеніміз не, ол не үшін қажет деген сияқты сұрақтарға жауап беріп өтсем. Мен слайдым көрініп тұр ма? Көрінбей тұр ма? Көрініп тұр, апай, көрініп. Так, қымыжы не үшін қажет дейтін болсам, қазір үлкен қылып көрсете қойын деймін. Қымыжы ол міндетті құжат болып келеді. Кешегі шыққан ұстаздар әдістемелік нұсқау хатты оқыған шығарсыздар, талдаған шығарсыздар, шыққаны бір 3-4 күн болды ғой. Бірақ енді ол әзір жобасы деген мақсатта қолданылып тұр. Оны өзімше іздеп қарадым, мен қымыжы туралы ештеңе жазылмапты. Әлі енді ол жоба ғой, мүмкін өзгерістер болып жатса, келесі нақты әдістемелік нұсқау хатта болып қалар деген ойдамын, бірақ қымыжы туралы ешқандай жоқ. Сол өзгеріссіз қалады деген ойда болып тұрмын. Енді өзгеріс болған дүниенің бәрін жазып тұр ғой кешегі жобада. Бірақ осы қымыжы туралы ештеңе көрмедім. Егер сіздер мен көрмей қалып сіздер көріп жатсаңыздар, онда ортаға салармыз. Сабақ 45 минут өткізетін жұмысыңыздың қымыжы сіздің жүргізілетін міндетті құжатыңыз. Оны мектеп әкімшілігі сұрайды, сабаққа келерде бекітесіздер, қарайсыздар. Енді сабақ өтуде педагогтың жүргізілетін міндетті құжаты деп айтар едім. Жоспарланған іс-шара өткізу кезінде, егерде сіздің қымыжыңыз жүйелі, мақсатқа құрылған болатын болса, нәтиже болады, жүйе болады, тиімді болады. Жоспар болғанда ғана мақсатқа жетеді дер едім. Сабақтың мақсатына жетуге көмектеседі қолымызда қымыжы. Қолданылатын сабақтағы әдіс тәсілдеріміз, ресурс, яғни көрнекіліктеріміз айқындалып тұрады. Жаттығулар мен тапсырмалар қамтылып тұрады, және уақытты тиімді пайдалануға тайм менеджмент болады. Ең бірінші, қазіргі уақытта енді сіздерге айтарын, келген адамдар міндетті түрде смарт мақсаттар қайда деп сұрайды. Ең бірінші, сабақтың біз ең бірінші мына жерде бір слайдым бар еді, сол бойынша сөйлей берейінші. Қымыжыдағы ең маңызды бағыт 4 бағытты алар едім. Ең бірінші мақсат, яғни сіздің сабақта жеткізетін мақсатыңыз. Ол мақсатқа қалай жетеміз? Ол әдіс міндетті түрде. Үшінші, не арқылы жетеміз? Яғни сосын нәтижеге жеткен баланы қалай білеміз? Енді мен 4 бағытты жеке-жеке тоқталып өтсем,
ең бірінші біздің оқу мақсаты, бұрын біз мысалға мен осыдан где-то бір 15 жыл бұрын бізде мақсатты өзіміз жазатын болдық. Ол мысалға Ыбырай Алтынсарин өзен деген өлеңі болатын болса, мен мысалға өзен Қазақстан Республикасының қазақ елінің несімен өзенмен таныстырамын, ондағы өлең шумақтарын дұрыс оқуға үйретемін деп жазатын едік өзіміз. Қазір біздің жаңартылған бағдарламадан бері қазір бізге оқу мақсаты бағдарламадан алынып міндетті түрде өзімізге береді. Біз сол оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығарып аламыз. Оқу мақсаты тұйық етістікпен аяқталып тұрады. Қолдану, үйрену, дағдыландыру деген сияқты тұйық етістік. Сіз сол тұйық етістікпен жазылып тұрған етістікті сабақ мақсаты кезінде кәдімгі етістікке айналдырасыз. Мысалға бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды қосу түріндегі есепті қолдану болатын болса, қолдана алады, пайдалана біледі деген сияқты қылып, сіз соны бағдарламадағы, яғни оқу мақсатындағы мақсатты сабақ мақсатына айналдырған кезде жай етістікке айналдырасыздар. Енді біз мақсатта міндетті түрде ауытқымаймыз. Оқушы неге жету керек мақсатта? Сол мақсатқа әдіс арқылы қалай жеткіземіз? Мақсатқа сай әдіс іздейміз, әдіс таңдаймыз. Тапсырма мақсатты ашатын, оқушыны әрекетке жетелейтін тапсырма дайындаймыз. Енді бағалау, нәтижеге жеткенін қалай білеміз? Мақсатқа жеткенін көрсететін бағалау түрін таңдаймыз. Енді ең ұстаздардың еске қатты сақтайтын дүниесі, әр әрекет, біздің әрекетіміз, жұмысымыз оқу мақсатына сай жұмыс істеу керекпіз. Әдіс мақсатқа жетуге көмектесу керек, тапсырма оқу мақсатын ашу керек, бағалау мақсатқа жеткендігін дәлелдеу керек. Яғни сіздің бала қандай нәтижеге жетіп отыр, сол арқылы сіз соңында бағалау керексіз. Осы КМЖ-дағы 4 негізгі бағытты сіз қолдана алсаңыз, оқушыңыз белсенді болады, мақсатыңызға біріншіден жетесіз, сабағыңыз сапалы болады. Енді мына жерде жаңа айттым, сабақ мақсаты қалай дұрыс жазылады. Сабақтың негізгі оқу бағдарламасын аламыз, ол ресми оқу мақсаттары. Соны біз әрі қарай өз оқу мақсатынан сабақ мақсатын шығарамыз. Ықшам әрі нақты тұжырыммен жазу керексіздер. Сосын көбіне тапсырыс бергенде айтатын шығар сіздерге, мен де көбіне қолданамын. Смарт форматында смарт мақсаттар болды ма деп сұрайды. Сіздердің сабақтарыңызға кіргенде әкімшіліктің әдіскері болсын, оқушының меңгерушіңіз смарт формат әдіс қолдана алдыңыз ба дейді. Смарт дегенде мысалы көбіміз түсінбей қалуымыз мүмкін. Смарт ол ағылшын біріншісі нақты, не үйренеді, нақты түсінікті жазу керексіз. Оқу мақсатынан сабақ мақсатын жазған кезде нәтижесін өлшенетін нәрсе болу керек, нәтижесін бағалау қолжетімді болу керек. Жаңа сіздің алған мақсатыңызға тапсырмаларыңыз жас ерекшелігіне сай орындалуы керек. Маңыздысы, яғни сіздің жұмысыңыз мағыналы, қажетті, баланың сол мақсатқа жетуге арналған жұмыстар болу керек. Міндетті түрде уақытпен шектелген тайм менеджмент сабақ аясында орындалатын мақсат. Енді оқу мақсаты тұр мына жерде, 4, 3, 2, 1 деген кодовый. Өзіміз білеміз, 4 дегеніміз ол 4-ші сынып, оны тоқталмай қойын, әлде білмейтіндеріңіз болып жатса. Енді бұны өткенімізде 7 жыл болды ғой. Оқу мақсаты беріліп тұр, мынады қараңыздаршы, мәтіндегі негізгі ойды анықтау деп тұйық етістікпен аяқтап тұр. Біз оны сабақ мақсатын қалай айналдырамыз? Оқушылар мәтіндегі негізгі ойды анықтап, өз ойын 2-3 сөйлеммен дәлелдеп жазады деп жазып қойды. Мысалы, немесе 2-3 сөйлеммен дегенде, енді сіздердің сыныптарыңызда деңгейі әртүрлі оқушылар болады ғой.
Сондықтан сіз осы жерде саралап оқыту, дифференциация дегенді білеміз ғой. Сол мақсат соған сәйкес болу керек. Сіздің мысалға оқушылар мәтініндегі негізгі ойды анықтай алады деп қана бір мақсатпен жазсам, онда сіздің қазір қолданылатын тапсырмаларыңыздың аясы аз болып қалады. Егер сіз интерактивті ойын қосам, балаларымды жан-жақтылыққа, функционалды сауаттылығына байланысты жақсы ерекше әдістермен тапсырма орындатам десеңіз, ол бір мақсат бізде аздық етеді. Сондықтан өз ойын екі-үш сөйлеммен дәлелдеп жазады деп мен екінші мақсат солай жаздым. Енді жаңа айтқанмын, міндетті түрде бізде әдіс. Сабақ жазған кезде әдіске жазамын. Біз кейбірлеріміз әдісті аш сабақ деп аламыз. 5-6 әдісті аламыз, неше түрлі. Андайды әдіс, мынадайды әдіс деп. Бірақ ол сабағымыз соңына жете алмай, я басы бар, ортасы жоқ, аяғы жоқ болып кетеді. Сондықтан дұрыс таңдалған, енді бір аз болар, екі әдіс сабақ мақсатына жетуге, барлық оқушыны белсенді қатыстыруға және әр балаға қолдау көрсетуге көмектесетін әдістерді алу керекпіз. Енді сабақтың оқу мақсатына қарай, оқушылардың жас ерекшелігіне қарай, мазмұнына қарай, тақырыптың, сыныптың ерекшелігіне қарай ең тиімді бір артық аз болып қалады енді. 2-3 әдіс таңдалған дұрыс. Енді КМЖ-ның жазу барысында, мысалы шаблонын алатын болсақ, біз сабақтың басы, ортасы, соңы деп алдық қазір. Сосын уақыты, педагогтың іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті және бағалау. Сол қазір графасы осы қазіргі уақытта осымен шектеліп тұрмыз. Бұрын біздер көп нәрсе астындағы саралауларды жазатын, соның бәрін алып тастадық. Сосын құндылық дейді. Кейбір мектеп әкімшілігі, кейбір мектепте құндылықты сұрайды. Мысалы, кейбір жаңағы КМЖ-ларда мен былтыр көріп жүрдім. Тоқаевтың адал азамат бойынша бұйрығын жазып, солай болып жүрді. Негізі 130-да олар жоқ. Оны біз жазбаймыз. Құндылықты да жазу міндетті емес, онда 130-дың шаблонында құндылық жаз демелінбеген. Бірақ кейбір айтады құндылықты жазба. Сіздер құндылықты қай жерге жазасыздар? Құндылықты сіз жасалынып атқан тапсырмаңыздың ішінде сол құндылық кетіп ату керек. Сіз соны қай тапсырмада қай құндылығын баланың дарытып атсыз, соны сіз ашып көрсете алу керексіз. Мысалға сіз еңбекпен тапқан тиын деген, мысалы өзім бастауыш мұғалім деген ертегіні оқитын болсақ, сол ертегі барысында, шағын әңгіме барысында сізден ол жерде қандай құндылық қалыптастырдыңыз десе, сіз әр әдісте тапсырмаларды орындайсыз, онда міндетті түрде сіз айта аласыз. Балалардың бойына еңбекқорлыққа, өз маңдайымен біріншіден ашықтық дегеніміз жаңағы ойлау мүмкін әділдік деп. Ашықтық деген ол қазір адал азамат деп атамыз ғой, барлық нәрсеге әділдікпен, адалдықпен қарау бойынша. Сондықтан мұғалім КМЖ-сының өзін майын ішіп, жілігін шағатындай болу керек қой. Біреу келіп сізден сұрағанда қай жерде құндылық деп, сіз қай тапсырмаға салдыңыз, қандай құндылығыңыз, сол тапсырмада қай жерінде балаға сол тапсырмада қандай құндылығын дарытып атсыз, сонсыз аша білу керексіз. Осы жерде тағы да айтам, әдісті толтырып алып, басы жоқ, аяғы жоқ, жаңағы енді не көп, әдіс көп қой, енді атын бұрмалап аламыз да, өзіміз былай деп өзгертіп аламыз, былай деп өзгертіп аламыз. Бірақ тағы да айтам, қатып қалған қағида жоқ, сен 5 әдіс қолдан, немесе 1 әдіс қолдан деген. Ол мұғалімнің өзінің шеберлігі, оқушыларының алдында отырған оқушылардың деңгейіне қарап, мұғалімнің ол шығармашылық. Кейбір мұғалімдер мысалға тек нақтылықпен ғана қорытылатын жақсы көреді ғой, артық көп нәрсе алғысы келмейді. Сол оқулықтағы нәрселерді ғана шектейтін болсақ, онда сол мақсаттарға сай, тапсырмаға сай әдіс алуға болады. Сосын мысалға менде міндетті түрде біздер КМЖ жазу кезінде тапсырманы біз топтық жұмыс деп аламыз, яғни балалар топта бір-бірін оқытады. Топтық жұмыс. Ол жаңа сабақты меңгеру барысында алдыңғы шептерде орындалу керек. Одан кейінгі жұппен жұмыс.
жаңартылғанның өзі КМЖ-ның шаблонда жұппен жұмыс, яғни бала алған білімін екеуі бір-біріне оқытады, бір-біріне үйретеді. Ал үшіншісі, мен өзім сабағымдағыны айтып жатырмын, өзіне жеке жұмыс берілу керек. Берем мен. Енді оның қайсы мынау дұрыс емес, бірінші жұп жеке берілу керек, екінші топпен берілу керек деген айтылмаған. Но бірақ бірден тапсырманы жеке беруге балаға қиындық келтіреді. Себебі ол әлде жаңа материалды жаңа меңгеріп тұр ғой. Сондықтан олар көпшілікпен, мысалы бір топта 5 оқушы болса, ол материалды бірінші достармен меңгеріп алса, одан кейін қасында отырған жобымен меңгерсе, одан кейін өзі орындай алатын деңгейге жетеді деген ойдамын. Біріншіден жаңағы енді баланың қабілеті әртүрлі. Қазіргі уақытта балалар өздеріңіз білесіздер, бірден нәрсені біздер жаңағы визуалды нәрсені жақсы көреміз. Біз айтамыз, балалар алмайды. Неге? Балалар қазір уақытта қолмен ұстап, көзмен көріп, сондай дүниелерді жақсы көреді. Көбірек сондай жұмыстар жасалынса, балаларға алымды. Неге? Себебі осы жерде тағы өзімнің ойымды айтып жіберейін. Қазіргі уақытта біздер TikTok қараймыз, Instagram қараймыз, қарапайым өзімізше, мысалы қарап отырған кезде біз аламыз да телефонымызды тек қарай береміз ғой, келесі нәрсені қарағымыз келеді. Яғни адамдардың жады тез дамып бара жатыр да, біз бір нәрсеге ұзақ уақыт тұрғымыз келмейді. Балалар бізден альфа-ұрпақтың олар нелер ғой енді, бізден де олар мықты жаңағы телефонды жақсы меңгереді. Сондықтан айтар едім не деп, баланы қызықтыра білетін, балаға осы өтеді деген сөзді айтатын едім, Сандуғаш ханым айтатын еді, апай мынауыңыз өтеді, мынауыңыз өтпейді. Сол сияқты балаға жанына жақын жұмыстарды, соған ұнайдау деген әдістерді алсаңыздар, сол сабағыңыздың нәтижесі болады. Егер де алып осы ойда мен диктант мәтін оқимын, сіздер осы мәтінді өздерің оқып алып сұрақ дайындаңдар десеңіздер, ол нәрселер көбіне не болып кетеді. Онша не істемейді деймін да. Жақсы нәтиже бермейді деп айтар едім. Сосын біздер бірінші тапсырмаларды бірінші сұрақтарды біз жабық сұрақтардан бастаймыз. Жабық сұрақтарымыз дегеніміз олар жеңіл. Одан кейін білу, түсіну, Блумның 5 несімен өткен сабақты. Сол кезде жабық сұрақ деген сөз, я жоқ деген сұрақтарға ғана жауап береді. Ал ашық сұрақтар балалардың өз ойын айтатын, өзінің нәрсесін дәлелдей алатын нәрселерді көбірек айтамыз. Сосын кешеде маған бір КМЖ туралы бір ұстаз жазып жіберді, осыны түсінкіремеймін, түсіндіріп жіберіңізші деп. Сонда біз бала мына оқушым жақсы оқиды, мына оқушым орташа оқиды деген сияқты қылып тапсырманы солай береміз бе? Жоқ. Біздер спираль қағидат бойынша жүреміз ғой. Сабақ біздің бағдарламамыз соған құрылған. Сондықтан біз жеңілден ауырға қарай спираль сияқты айнала береміз. Айналып келгенде біз кішкентайдан бастап үлкейе береміз. Біз нәтижеге жету үшін жеңілден ауырға қарай жүре бастаймыз. Егер де ол жеңіл нәрсенің барлығын алып отқан оқушы, әрі қарай сіздің балаларыңыз уже келесі тапсырмаларды өз дәрежесінде орындай алады деген нәрсе. Енді бағалау критерийі мен дескрипторды көбіміз шатастырамыз. Бағалау критерийі не үшін керек? Ол не нәрсе? Білім алушы, біз тапсырманы бердік, неше түрлі әдістерді қолды тапсырманы бердік. Білім алушының оқу мақсатына қаншалықты жеткенін өлшейтін, нағыз анықтайтын өлшем. Мысалға біз 50 000 теңге аламыз да, осына келесі жетке дейін жеткізем деген сияқты болады ғой. Осыған мындай алам. Бұл да біздің бағалау критериямыз. Осы тапсырмаларды орындау барысында баланың жақсы бағалау үшін бізге бағалау критерийі міндетті көреді. Критерийлер оқу мақсатының негізінің мазмұнын қамтиды. Қысқа нақты өлшенетін тұжырымдармен жазылады. Білім алушыға түсінікті болу керек. Кімге нені қалай орындау керектігін анық көрсетеді. Бағалауға қолайлы, қай балаң орындалды, қай балаңыз, оқушыңыз орындай алмай отыр. Яғни ойлау дағдыларын білу, бағалау критерийі арқылы білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау
бағалау деңгейлері бар ғой Блумның, соны нақты айта алады. Енді бірінші қалай құрастырамыз бағалау критерийін? Бірінші оқу мақсатын анықтаймыз. Оны біз оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсатын таңдаймыз. Оқушы осы мақсат арқылы қандай дағдыға немесе білімге қол жеткізеді. Критерийін жазамыз. Біз оқу мақсатына қол жеткізуді сипаттайтын 2-3 нақты критерий жазамыз. Критерийге сәйкес тапсырма құрып бағалаймыз. Мысалға, мен бастауыш, орта буын, жоғары буын деп жаздым. Мысалы 4, 1, 2, 1 кодтағы мәтіндегі негізді ойды анықтау деп мана жаздым ғой, қымжыдағы. Бағалау критерий мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, негізгі ойды дәлелдейді. Тапсырма мысалы, мәтінді оқиды, 1 балл бола ма? Негізгі ойды өз сөзімен жазады. Міне, дескриптор, біз көбіне дескрипторды балаға береміз. Білесіздер ғой? Бағалау критерийінен дескриптор шығады. Дескриптор баланың қолына беріледі. Бала біліп отыр керек. Мен мына тапсырманы орындасам 1 балл алам, екінші тапсырманы орындасам 2 балл. Егерде мен осы екеуімен ғана шектеліп қалсам, балым осындай деген сияқты. Мысалға, жаңа мен айттым ғой, мақсат мынадай болды. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды десем, бірінші мәтінді мұқият оқиды, негізгі ойды анықтайтын тірек сөздерді табады, мәтіннің негізгі ойын өз сөзімен жазады, негізгі ойды дәлелдейтін мысал келтіреді. Яғни сіздерде, мен қалам бірінші мәтінді мұқият оқиды, негізгі ойды анықтайтын тірек сөздерді табады десек, ол білу мен түсінудің ғана жағдайындағы. Ал егерде біз әрі қолдану бар, бағалауға дейін соңғы Блумға бару үшін біз дәлелдей алатын, мысал келтіре алатын, бала өзінің нәрсесіне көз жету керек. Бала мен неге 6 балл алып тұрмын, қасымдағы Олжас 10 балл алып тұр деген сөзге осы дескриптор арқылы біз жете аламыз. Енді біздегі нәрсе кері байланыс пен рефлексияны шатастырамыз. Рефлексия дегеніміз не? Кері байланыс дегеніміз не? Рефлексия ол бала, оқушы өзіне есеп береді. Яғни бүгін сабақта не қызықты болды, не қызықсыз болды, не сапалы болды, не сапасыз болды. Рефлексия сөзі мен деп басталу керек. Мен бүгін түсіндім, маған бүгін қызықты болды, маған қиындық келді, мен әлі үйрену керекпін, әлі мен мынадай деңгейдемін, маған деген сияқты бала мен деу керек. Рефлексияны эхо деп айтады кейбір жерлерде, жаңғырық. Яғни баланың жаңғырығын біз рефлексия арқылы білеміз. Ал кері байланыс, ол сабақ бойы 45 минут бойы мұғалім мен оқушының арасында жүріп ату керек. Ол диалог түрінде кетіп ату керек. Кері байланыс үнемі жоғары деңгейде беріліп отыр керек. Өздерім, біз мысалға, сіздер жасап атыр, өзіміз жасап атыр кері байланысты. Бірақ біз оны қай жерде жасап атқанын білмей қаламыз. Себебі сабақ бойында біз айтып атамыз, мысалға, балаға сын айтып атамыз, қолдап айтамыз, мақтап атамыз, соның бәрі кері байланыс. Егерде біз осы жерде тиімді кері байланысқа беру кеңестері деп жаздым. Кері байланысты уақытында беріп тұру керек, және нақты болу керек, артық сөздер қажет емес. Көбіне сын айта бермей, қолдау көрсетуге бағыттау керекпіз, оқушыны тыңдай білу керекпіз, және сыйлай білу керекпіз. Жеке тұлғасына емес, оның жасаған әрекетіне беріп тұру керекпіз. Жақсы қасиеттерін көбірек айтып, қателікті сол жерде түзету, немесе сенікі дұрыс емес, мысалға, сәл ойланыңқыраш, Омардың ойын Айсезім сен толықтырып жіберші деген сияқты қылып, кері байланысты, мысалға, біз үштің орта деңгейдегі бала қайдан шығады? Біз осы кері байланысымыздың дұрыс болмауынан шығады деп ойлаймын. Жақсы кері байланыс болса, оқушының дамуына, өз-өзіне сенімділігіне, табысына әкелетін ең күшті құрал осы кері байланыс. Сол жерде, мысалға, мына жерде мен жаздым, қателік, мысалға, мақтау болатын болса, мысалға, оқушының жақсы жұмысын, жетістігін мойындап, ынталандырып отыру. Мысалы, жақсы жауап бердің, өте жақсы идея ұсындың, сен көп нәрсені бүгін өте жақсы түсініп тұрсың дегенше.
қателікті айту, оны сабырмен, салмақты түрде, бұл жерде қате кеткен жерің жоқ па, ойланыңқыраш, бұл жауап толық емес сияқты, толықтырар әлі де қосар ойың бар жерде бар ма, бұл жерге әлі көңіл бөлу керек деген сияқты. Мына жерде былай өзгертіп көр, келесіде мына қадамды орындасаң дұрыс болар еді, осы тәсілмен шығарып көр деген сияқты қылып, балаларға кері байланысты өз деңгейінде бере білу керекпіз. Так, енді ең нәрсеміз сабақтың біздің құрылымы, тайм менеджмент дейміз. Біз аш сабақ болсын, қарапайым сабақ болсын, біз уақытымызға жетпей қаламыз. Себебі неге? Біз тайм менедж уақытты біз 45 минутта тиімді пайдалана алмай қаламыз. Негізі мына жерде мен осы сабақпен көп жерлерде қарап жүрмін, осы процентпен көп жер қолданылады екен. 10%, 20%, 50%, 10%, 10% дедім. Сабақ кезеңдерін бірінші оқушының қызығушылығын ояту, сабаққа назарын аударту, жаңа сабақ қой енді. Жаңа тақырыпты таныстыру, бұл жерде естіп кеткен негізі сабақ мақсатын балаларға айтпаймыз. Сабақ мақсат, кейбір ұстаздар тұрып алып, бүгінгі сабақта мындай ол мақсат айтылмайды. Сол жаңа сабақты ұйымдастыру бөлімі ғой, бұрынғыдай шаттық шеңберінде де тұрып, қазір уақыт бізде тапсырмалар өте көп, орнымызда отырып, орнымыздан тұрғызып, топқа бөліну болатын болса, осындай жұмыстар жасар алдыңызда 4-5 минутты ғана есептеп тұрыңыздар. Ол сабақтың 10% кетеді. Одан кейін үй тапсырмасы міндетті түрде сұралу керек. Өткен тақырыпты бекіту керек, біз қайталап. Егер де сіз бүгін үй тапсырмасын сұрамасаңыз, немесе сол туралы енді бір нәтиже көрсетіп, мысалы, дәптердің жинап алып кетіп, артынан тексеріп, жоқ әлде сол жерде бір 7-8 оқушыңыздан сұрақ жауап арқылы сұрады, немесе тест беріп немесеңіз, мысалы, үй тапсырмасы сұралмаса, оқушыға үй тапсырмасын орындау деген уже оларда жалқаулық басым болады. Ой, бәрі дайындалып барсам да апай мен үй тапсырмасын сұрамайды, қарамайды деген сияқты болады. Міндетті түрде мен айтар едім, үй тапсырмасы міндетті түрде істелу керек. Тексерілу керек, қаралу керек, сұралу керек. Алған білімін балалар еске түсіріп отыру керек, негізгі ұғымдар туралы жаңа айттым, сұрақ бола ма, тест бола ма, интерактивті ойын қосып жібересіз бе? Сабағыңыздың 20% 9-10 минутқа өткенді бекіту керек. Өткенді білмей жаңа сабақ біз бастай алмаймыз. Енді жаңа материалды игеру нағыз біздің неміз 50% сабақтың. Ол 20-22 минут болу керек. Бағалау, қалыптастырушы бағалау, мен кейбір кезде КМЖ жоспарын тексеру барысында байқаймын, біз қалыптастырушы бағалау дегенде жаңағы 5 жұлдыз, смайликтер емес, қалыптастырушы бағалау деген балалар, ұстаздар, ол тапсырма ғой, баланың сол күнге жететін тапсырмасының дескриптірімен, бағалау критериймен дескрипторы бар жұмыс қой ол. Ал қалыптастырушы бағалар көбіміз ұстаздар түсінбейміз. Қалыптастырушы бағалар ол тапсырма. Ол осы сабақтың 10 минуттық кезін 10% 4-5 минут аламыз. Рефлексиямыз міндетті түрде болу керек. Рефлексия сіздің оқушыңыздың келесі сабаққа сіздің дайындығыңыз, қай балаңыз қай жерде мүдіріп отты, қай балаңыз ерекшеленіп ол сабақты меңгеріп отты, соған сіз кері байланыс арқылы, рефлексия арқылы келесі сабаққа дайындық сізге. Содан білеміз, сабақ бойынша қорытындылану, өз ойын айту, сезімін білдіруі, яғни келесі сабаққа сіз дайындалып тұрасыз. Мен мына тапсырманы алып едім, мына балам кері байланыста, мынадай кері байланыс барысында осылай болды, рефлексияда былай болды. Мен бұл тапсырмама менің қазіргі уақытта менің сыныбыма келмейді екен сияқты деп, сіз сол жерде вывод шығарып тұра алатындай болу керексіз ғой. Келесі сабаққа бағыт береді. Рефлексияда кері байланыс енді сабақ өн бойы жүріп жатыр. Сонда ол біздің сабағымыздың 10% 4-5 минуттық алыну керек. Сонда бізде барлық сабақта бізде 100% орындалды, 4-5 минут есептесеңіздер 45 минутымыз шығып тұр. Егер де осы тайм менеджментпен жұмыс істесеңіздер, сіздердің сабақтарыңыз өз дәрежесінде, өз уақытында аяқталады, барлығына үлгереді деген ойдамын.
Енді мен былтырғы оқу жылында біздерде бір айдан бір құндылыққа салып өттік қой. Естеріңізде болса, мысалы қыркүйек айы осы құндылық, қазан айы осындай құндылық деп. Бірақ егерде біз сол құндылық, сол айда қандай құндылық, біз сол құндылықты тапсырмаларға кірістіру керекпіз. Егерде біз барлық құндылықты кіргізіп тастасақ, онда барлық құндылықты өткізер едік қой. Ол мүмкін емес дүние. Биыл да дәл солай болатын болса, осы біздің қазіргі жүріп жатқан жұмысымыз дұрыс. Әр сабақтың тақырыбына қарай әртүрлі сабақтастық болады. Тапсырманы айтар едім, тағы да өзімнің жазып алғандарыма есіме сақталып қалған. Тапсырма міндетті түрде жартылай ашық тапсырма, жартылай жабық тапсырма болу керек. Кішілей оңай тапсырма болып кетуі болмайды, не кішілей қиын тапсырма. Біз спираль бағытта бағдарламамыз жаңартыламыз. Сондықтан жеңілден ауырға қарай негіздей береміз. Сонда ғана біздің бағдарламамыз, біздің мақсатыма сол кезде ғана жете аламыз деп ойлаймын. Так. Енді жаңа айттым, қымыжы сапалы болса, қымыжын сапалы жазсаңыз, сабағыңыз сапалы болады, нәтижелі болады, мақсатқа жетесіз. Енді жаңа осы жерде айта кетерін, енді мен тек өзімнің слайдыммен жасадым, ChatGPT-мен қымыжы жазып көрсеңіздер. Сол кезде көбіне қымыжы жазамыз бәрімізді, бірақ оны жаңа 1 минутта қымыжы жазып береді дегенге мен өз басым сенбеймін. Жазып береді әрине, бірақ оны міндетті түрде сіз дұрыстайсыз, өзгертесіз, өзгеріске ұшыратасыз. Ол ChatGPT-дің жазып берген қымыжысына сеніп қалудың қажеті жоқ. Сіз оған өзіңіздің сыныбыңыздың ерекшелігін, мысалы классыңызда ерекше білімді қажет ететін оқушы болса, оған бөлек жұмыс дайындайсыз, тапсырма. Ол тапсырма баланы қиындатпайтын, оның денсаулығына зиян келмейтіндей қылып тапсырма, жеңіл тапсырмалар орындаймыз ғой. Сосын тағы да айтар едім, жаңағы кейбір кезде айтамыз ғой, ChatGPT дұрыс жазбады деп, сол кезде оқу бағдарламамыз бар ғой біздің, сондағы мақсатын прикрепить етіп алыңыздар. Сосын адал азамат деген бағдарламамыз бар ғой. Жаңағы негізінде сіздер енді көбіне тапсырысқа жазған кезде осы екі құжатты ChatGPT-ге өзіңіздер скриндап жасап қойыңыздар да, ChatGPT-ге жазар кезде соны прикрепить етіп жіберіңіздер. Бірінші адал азамат бағдарламасы бар ғой, жаңа сабақ бойында құндылық кіргізу, сынып тәрбие сағатын соны прикрепить етіп қойыңыздар. Сосын өздеріңіздің қай пәнді жазасыздар, әдебиет па, соның мақсатымен бірге жазсаңыздар, түсінікті дұрыс түрде жазып береді. Мен солай жазып жүрдім бұрын, былтырғы оқу жылдарында. Тағы айтпағым, егерде менің нелеріме келіспей жатсаңыздар, ол былай істедік деп айтуларыңызға болады. Енді мен айтамын ғой, үнемі мен жаңағы бәрін біліп кеткен, жаңағы шебер, өзімнің тәжірибемнен алынған, Сандуғаш ханыммен көп жылдан бері жұмыстас болып, соның сабақтарына қатысып, алған жұмыстарымды жүйелі, нәтижелі жасап жатқан жұмыстарым. Егерде олай емес, былай дейтін болсаңыз, бірігіп талдайық, бірігіп шешейік. Өзімнің жасап жатқан жұмысым осындай. Сосын тағы да айтам, көбіне енді ұстаздар әркім өзінің қымыжысын жазатын болса, міндетті түрде сыныптың үлгерімін, балалардың білім деңгейін білу керекпіз. Мысалға, егер сіздерде осы жерде отырған ұстаздар неге тапсырысқа жазатын болсаңыздар, ұстазбен ақылдасы, оның сыныбы қандай, егерде сіз тапсырыс жазғасын, әрине біреудің былайша айтқанда ол қаншама еңбек жазар кезде ұстазбен ақылдасып алғандарыңыз жақсы. Мысалға, сіз вау деген идеямен күшті қылып креативті сабақ жазып бергенмен, ол сыныптың балалары сіздің берген тапсырмаңызды
ол ұстаз ол бұрын ондай тапсырмамен жұмыс істей алмай жүрсе, істемеген болса, ол сабақтың нәтижесі болмайды ғой. Сосын ұстаз ренжиді, тапсырыс берген адам сіздерге ренжиді. Онша болған жоқ, бірдеңе маған алған нем ұнаған жоқ, балаларым алып шыға алған жоқ, өзім түсінбедім. Сондықтан сізбен жаңа сабақ беретін ұстаз арасында, тапсырысшы мен тапсырыс алушы мен тапсырыс берушінің арасында әдемі диалог болу керек деп ойлаймын. Ол класстың, сыныптың, мұғалімнің даму деңгейі қандай, ол сіз берген әдемі күшті тапсырмаларыңызды алып кете ала ма, ол сіз берген идеяңыз, мысалы сіздің ойыңызбен вау деген миыңызды жарып шыққан идея ол кісінің миын алмауы мүмкін. Әркімнің қабылдауы әртүрлі ғой. Мысалы мен бүгін жаңа айтып отырмын, біреулеріңізге ол өтуі мүмкін, біреулеріңізге өтпеуі мүмкін. Сол сияқты ғой. Сондықтан осыны да ұмыт қалдырмаңыздар деген ойдамын. Қояр сұрақтарыңыз болса, енді әзір тағы да не істерміз, егерде 130 КМЖ-да тағы да өзгерістер болып жатыр, 130-шы бұйрықпен ғой жазылып отқан қазір уақыт. Ой болса, тағы да санду осы деп зум сабаққа тағы да кіріп, тағы жұмыстанармыз. Мен бірден айтқанмын, бүгін ChatGPT-мен КМЖ жазбай ақ, өзімнің білгенімді сіздермен бөлісейін деген мақсатта шықтым. Қояр сұрақтарыңыз болса, қояр түсінбегендеріңіз болса, істей беріңіз. Санду ханым бар ма екен, әлде шығып кетті ме екен? Бұл жерде ұстаздар болса, ал тәрбиешілер болса, енді ол кісілерге ашық іс-әрекет қой, оларда біздікіне таблица болмайды, кәдімгі олар қарапайым түрде жазылады. Ал бізде кәдімгі міндетті түрде кестемен жазылу керек. Ешкім үндемеді. Апай, что-то даусыңыз естілмей қалды ма? Естілмей қалды ма? Ойларыңыз болса, осы жерде түсінбедік деген болма десеңіздер, сұрақтарыңыз болса, бірлесіп жасауға. Енді бүгінгі сабақ осындай. Өзім айтқанмын Сандуғаш апайға. Бүгін КМЖ туралы өзімнің білгенімді ортаға салсам деп. Ал енді ешқандай өзгеріс жоқ, биылғы КМЖ-да дейтін болсақ, 130-бен бұрынғыша жазыла береді. Естілді ме? Аха, естіліп тұр. Аха, түсінікті болды, сабағыңызға көп-көп рахмет. Бізде осылай жазамыз, аха, өйстіп талдап. Бізде енді ортасынан ерекше балалармен жұмыс істегеннен кейін біз ЕБХ-ның тапсырмасын әр баланың деңгейіне байланысты тапсырмаларды кіргіземіз. Бәріміз де солай жазамыз. Мен де өзімде болмағасын, бірақ міндетті түрде жазылу керек. Оны бірінші тексеріп өздеріңіз білесіз. Аха. Ерекше білімді қажет етеді. Сосын дарынды оқушылар менен саралау мақсатында болады. Дарынды оқушылар жаңағы дарынды оқушыларға бөлек жұмыстарыңыз қайда деп атқан кезде, сіздер жаңа тапсырмаларыңыздың бір күрделі тұстары болады, бір дарынды оқушыға арналған тапсырмаларыңыз, соларыңызды көрсетуге болады. Енді бәрі дарынды болып кетіп, бәрі нашар болып кетпейді. Класс өзіңіздің алдыңыздағы балаларыңыз бір деңгейде болады ғой енді. Ал егерде ерекше жаңағы өте дарынды оқушылар болса, өзіңіз алдын ала дайындап, сол КМЖ-ға сол жерге салып алып келесіз. Келген уақытта көрсетіп, сосын көбіне айтамын, енді көбіне күндігіне интерактивті тақтамен, жаңағы көрнекіліктермен көбіне жұмыс жасай бермейміз ғой, уақытта оның бәрі уақыт болып есептелінеді, қосу енді. Кейбір кезде өзіңіздің жай қарапайым сабағыңыздың өзі
өз дәрежесінде өтеді деп ойлаймын. Иә. Апай, сосын мынау не слайдыңыз, презентацияңызды ортаға салсаңыз. Маған ұнап тұрғаны андай әдемі да, оның үстіне біз қазір уақыт жоғалтпай Аустовский конференцияның алдында біз мектепшілік әдістемелік бірлестікте жас мамандарға түсіндіреміз ғой. Сол кезде мынауыңыз нақты күшті екен да, сол жерде жаңа ұстаздарға, жас мамандарға көрсеткенге жақсы екен. Соңыңызды бөліссеңіз. Иә, қазір Арай апай салып жібереді ортаға. Сосын енді кешегі нұсқаулықта ешқандай жобада болмағасын 130 КМЖ туралы мен де ойлап тұрмын, ешқандай өзгеріс болмайды, бұрынғыдай өткізіле беретін шығар деп. Енді құндылық міндетті түрде, құндылықты өзіміз көрсете білу керекпіз ғой. Иә. Қазіргі уақытта кейбір нелерден қарасаңыздар, КМЖ-да адал азамат, Тоқаевтың несі деген сияқты болады, олардың барлығы артық құндылық жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тапсырманың ішінен өзіңіз көрсетіп дәлелдей алсаңыз, мұғалімнің өзінің шеберлігі, шығармашылығы. Қояр сұрақтарыңыз болса, қазір Арай апай ортаға салады. Ұстаздар түсінікті болды ма, не емес, тағы ұнамайға, енді барлықтарыңыз білетін дүние ғой, но енді өз сөзіммен сіздерге түсінікті түрде айттым деп ойлаймын. Сол жақсы, рахмет. Мен просто қазақ тілі орыс класстарындамын, сосын үндемей отырғаным сол ғой. Біздің Орыс класстарында. барлығымыздың осы КМЖ-мызбен жүреміз ғой, барлықтарымыз. Иә. Сонымен жүрміз, но бірақ енді кішкене оңайлақ қой, орыс сыныптарында қазақ тілі әдебиеті. Оңай кішкене құрамыз. Қазақ мектептеріне қарағанда. Бізде күнделілеу ғой біз. Но бірақ бір немен ғой, бір приказбен ғой бәрі. Бір шаблон болады ғой енді. Бір шаблон. Сол бұрынғы 4 дағды, иә? Иә, 4 дағды міндетті түрде. Дағды міндетті. Сосын биыл көрген шығарсыздар, енді кешегі әдістемелік нұсқаулықта қарап, оқып, талдап отырсақ, мысалы дүниетану, жаратылыстану бар ғой бастауыш сыныптарда. Қазір енді диктантты, шығарманы, мазмұндаманы жаздыртанымыз. Бізге аралық бақылауға ойлап қарасаңыздар, бұрынғы біздің заманымызда білесіздер ма, компаспен жұмыс істеу. Қазіргі уақытта функционалды сауаттылық, бала модельдеу дейді. Уже бізге, былайша айтқанда, мұғалімге салмақ түскелі тұр. Біз бұрын мысалға жаратылыстану, дүниетану сабақтарына балаларға айтамыз, балалар өзінің түсінгенін айтады. БЖБ-да, ТЖБ-да мысалға өздерінің сәйкестендіру болсын, жұмыстары болады ғой, әртүрлі 15 балға дейін. Мынада қарасаңыздар, астында функционалды сауаттылығы бар жұмыстар уже. Балалар бақылау, зерттеу жұмыстарын жасау керек екенбіз. Жобалау, неше түрлі. Қиында осымен ойлап қоямыз. Ол бізге қиындық. Ұстазға салмақ түсетін дүниелер, ұстазды іздендіретін, мұғалімдерге жаңашылдықты қалайтын ұстаздарды көбірек тартатын жұмыс болайын деп тұр. Бұндай тәжірибені беріп тастап, орында әйтеуір жетекші сұрақтар қойып, балын жеткізуге тырысатын едік қой. Қазір олар қашанға мазмұндата бересіз. Мазмұндатуға 2-ші сыныпқа 12 балл, 3-ші сыныпқа 14 балл, 4-ші сыныпқа 16 балл. Бір мазмұндатудан 16 балл ала алмайсыз ғой. Бізге оқ бойы озық болатын ұстаздар қатарының көбейгенін қалайтын нәрсе деп ойлаймыз. Бұрынғыдай емес, қазір күн өткен сайын дейді, жасанды интеллект деп атырық балаларымызды. Жасанды интеллектті қолданатын анау құралдарды бізге тақта, телевизор сондайларды обеспечивать ету керек қой. Полны үйді қолдану үшін. Кеше сол конференцияда болдым, секционный конференция. Сонда айтып жатыр сол, бізде андай жоқ, бізде мындай жоқ. Мен бізде де солай, мен орыс мектебінде жұмыс істеймін. Мен анау полотно дегенді өзім крестьяндарға шығып, проект, мультфильм нелер қазақша көрсетуге, киноның отрывоктарын көрсетуге өзім крестьяндарға шығып, андай спонсорство істеттіріп алғам.
А енді ол просто полотно ғой. А енді маған, чтобы жиді қолдану үшін, маған балалар тақтаны ұстау керек. А ондай не жоқ бізде. Ондай не жоқ. Ал районға айтсаң, сөйтіп район шыға келеді. Ана крестьяндарыңа шығыңдар сай, деп. Крестьян қашанғы шыға бересің? Олардың өздерінің тауып атқан ақшасы емес па ол да? Сонымен үндемей ғана отырамыз. Қолымызда қандай не бар, сонымен істеп. Әйтеуір хотя бы ноутбугымызбен апарып көрсетсек та, сонымен жүргізсек та, қазіргі уақытпен сондай жасанды ламинаттап шығарып, соны ана тақтаға магнитпен жабыстырып, сондай не істеп, әйтеуір орыс балалар, бізде не жоқ, қазақ жоқ. Біздің ауылымызда 3-ақ қазақпыз. Қазақ жоқ бізде, бір-бірімен орысша сөйлеспейді. Бұл қазақ тілі сабағының өзінде 99-98% қазақша сөйлеңдер дейді. Бүкіл орыс алдыңда сап-сары орыстар отырғанда қалай оларға? Наоборот, біз 99%, 98% орысша сөйлейміз де, 2% қазақша сөйлейміз. Соны әйтеуір дайындап, соны нелерге апарамыз, енді олимпиада нелерге. Сіздің неңізге қуанып отырмын. Сіз сияқты ұстаздар, мысалы 99% орыс ұлттарын сабақ беріп отырса да, Санду ханымның цифрлық педагогына тіркеліп, жұмыстанам деп отқан. Мен сол осы кісіге тіркелдім. Барлығы қазақ не, постоянно осылай неткемде, жолда болмасам, жолда болсам да қосылам кейде. Связь болмай қалады бізде. Сол қазақша болса да, соған өзімді талпындырам. Айн жерде, мен жерде сонан істейм. Нелерді, жұмыс парағын істейм, карточкаларды істейм, соны істейм, сол орыстарға қаратай. Неге, ChatGPT скоро маған айтады, кетші бар, басымды қатырдым ғой деп жазады, аншеге орысша қазақша жаз деп оған айтам. Ол орысша қазақша жазады, ол дұрыс жазбаса өзім мына жерін дұрыста былай жаз деп сөйтіп істеймін мен оған. Сол мен өзім Санду ханымға тоже айтып отыр, жазғам өткенде тоже, мен орыс класстарына берем деп. Сонда да мен сол жылдыққа қосылдым. Мен алдында комбаға қосылған бір кісіні. Ол кісі просто не береді, видеолар, соған қарап істе деп. Оған да жазған, бірінші жазылып қойдым ол Санду ханымнан бірінші. Сонан кейін Санду ханымды көргеннен соған қарап неттім. Ауыстыруға болады, аударуға болады. Апайдың несін көріп, сіздің өзіңіздің салаңызға деген берілгендігіңіз осыдан көрінеді міне. Осындай еңбекқор ұстаздар көп болса, білімді ұрпақты әрине біз шығара аламыз. Рахмет сізге. Сосын мен жаңа бір жерден оқып қалып едім, мына ChatGPT-ге жазған кезде, Сандуғашты ханымды айтып жүр ғой, досым деп, қымыжыны жазғанда, мысалы, сіз қай пәннің мұғалімісіз, соны жаза кету керек. Мысалға, мен, немес сен, мысалы, ChatGPT-ге, сен бастауыш сынып мұғалімінің әдебиет пәнінен бүгін сабақ бересің, мақтау керекпіз деп. Сен IT мамансың, сен мықты экспертсің, сен бүгін орыс тілінен 4-ші сыныпқа мұғалім болып қымыжы маған мындай жазып бер десеңіздер, өзімнің тәжірибемнен ғой өте жақсы жазады. Тек бұйрық райлы бермей, өзіңіз менің досым мынауың керемет шыққан деп мақтау сөздерін көбірек айтса, ол да мақтау жақсы көріп тұр ғой. Мұғалімдер қауымы біздер мақтау жақсы көреміз ғой. Рахмет апай. Сол бір түнде сағат 1:30-да ма бір оқушым жазады, колледжге оқуға түскен, осыдан 2 жыл бұрын. Ол бірақ воспитатель болып түскен, қазақша оқиды, Әзербайжан. Сол кеше маған отзыв жазып жүрді. Апай, сізге рахмет, мені осылай итердіңіз, талпындырдыңыз, мені қазақ тілін үйретуге. Ыбырай Алтынсариннің музейіне шығарма жазған екен. Соны видеоға түсіріпті. Соны рахметін айтып жатыр сіздің неңізге деп. Мен айтам осылай, күйеу нелерде бұрыннан бастап мен не істейтінмін, интернетке кіріп, соларды қайтадан ойнатуға шығарып жатыр ғой, Classroom бәт соларды. Бұрын мен соларға кіріп, сол балаларға осыдан 2 жыл бұрын соларға үйрететінмін, сондайда жұмыс істеңдер деп. Сол балам кеше маған отзыв жазып жүрді түнде 1:30-да. Апай, сізге рахмет, осылай мені үйреткеніңізге, қазақ тілге деп сөйдеп жазып жүрді. Бір қуанып қалдым өзім. Ұстаздың еңбегінің бағалануы деп айтамыз ғой. Біздер кішкентай нәрсеге жанымыз семіретін мамандық иелеріміз ғой.
көп рахмет кері байланыстарыңызға. Аха. Ұстаздар, әлі талай Сандуханымнан үйренетініміз көп. Үйрене жүріп, бірімізді үйрете жүріп, әрі қарай дами берейік. Уақыттарыңыз бөліп, қатысқандарыңызға көп рахмет. Ал сау болыңыздар. Рахмет сізге де. Аха.